Қайырлы күн қазақ елі. Бүгін біз руханиясына Түркістан қаласының аудан атаулары жайлы айтатын боламыз. Ал ендеше біз бастаймыз, кеттік. Ассалаумағалейкум аға. Түркістан қаласында қандай райондарды білесіз? Атауларын, аудандар, райондар дейді ғой. Білетіндеріңіз деймін да? Коммунизм. Самал. Наурыз. Бекзат. Мына жақтар қалай аталады? Асамбай. Арбет, Алтын бұлақ. Хлав завод. Ремзавод. Ортақ. Рахмет, жақсы. Саламатсыз. Мына аудан қалай аталады осы район? Коммунизм. Түркістан қаласында қандай аудандарды білесіз? Атаулары. Аудандар? Иә. Район дейді ғой енді, былайынша айтқанда. Мына базардың арғы шеті, бергі шеті. Жолдың асты, микрорайон, ремзавод, город дейтін мені. Жақсы, рахмет әпшім. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Түркістанда қандай аудандарды білесіңдер, райондарды? Коммунизм. Трановский. Жуковский. Жолдың асты. Ремзавод. Хлав завод. Сынаус. Басқа кісілерді солай атайды ғой аудандарды? Сол аудандардың атауымен райондарын солай атайды ғой. Қазіргі район қандай мына жердегі? Ол коммунизм. Коммунизм ба? Жақсы, рахмет. Саламатсыздар ма? 1 минутқа бола ма? Мына Түркістан қаласында қандай аудан атауларын білесіздер? Райондар дейді ғой. Район осы. Түркістанның Самал, микрорайон. Басқа білмейсіздер? Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Мінекей, аудан атауларының көбісін қала тұрғындары осылай атайды. Ассалаумағалейкум. Мына район қалай аталады осы аудан? Телман деп аталады ма? Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум аға. Мына район қалай аталады осы жердегі аумақ? Телман дей ма? Біз командировка, бірақ білем осы сол Телман. Телман деп атай ма? Рахмет, жақсы аға. Біздің естіп жүрген аудан атауларымыз мынадай: Жуковский, Коммунизм, микрорайон, ТГЖ, Ремзавод, Хлавзавод, Оралман, Ортақ және тағы басқа. Және де алдағы уақытта біз әкімшілікке және де архитектура бөліміне сұрау салдық. Ол кісілерден жаңағы нақты мәліметті алсақ, сіздерге Facebook, Instagram парақшамызда айтатын боламыз. Әңгімемізді қорытындыласақ, сонымен құрметті қала тұрғындары және де қала әкімі және осы бір нәрселерге жауапты кісілер, осы бір нәрсені қолға алып, ертең сырттан келген кісілерге ерсі естілмес үшін нақты бір осы тұрғындар арасында аудан атауларын дұрыс қолдануды қолға алсаңыздар екен. Сіздермен бірге болған Сәке Лайф. Өмірімізді мәнді әрі сәнді қылу бізбен сіздің қолымызда. Келесі кездескенше қош аман.